Бисмилла деп атқа қондым, көкейімде байғадым. Есімі ерде бата қойған, байқасын деп қайрадым. Мың өлгендер мың тіріліп, тақамын атқа байлай. Біздің жігіттер асау, өздерінде отталау, бір-бір тұлға, бір-бір тау. Біздің жігіттер қандай? Біздің жігіттер асау, өздерінде отталау, бір-бір тұлға, бір-бір тау. Біздің жігіттер қандай? Біздің жігіттер асау. Қалайсың жан? Жан, не істеп жүрсің қазір? Әкем көріп қояды ғой. Қашанғы жасырып жүре береміз бота. Жүр кеттік. Қайда? Түнгі ауылды серуендеп қайтайық. Құмаш кеш батты, мен әкем жібермейді. Жан, қашанғы әке деп жүре бересің? Ертең бір күні келіп сөз салсам, дәл осылай тұрасың ба қайттан? Тұрсай әбет болды ғой. Неме дейсің? Тұрсай әбет болды ғой. А? Тұрсай әбет болды ғой. Тұрсайшы, көтің өзі күн түсіп болмағаннан кейін батып жатыр ғой. Кеш болды уже. Тұр. Сонша ұрған сен малсың ба? Сағат 5-те кеш батып кететін болған мені. Конечно, 5-ке дейін қыздың кеш батады. Чай ұрсайшы, Бека. Өшін бар мал алмай жүрген. Жоқ, именно осындай күшті түс көріп атқанда сен неге мені оята бересің? Тағы да сол қыз көрдім демеш? Жоқ, Бека, сен просто түсінбейсің сен. А чё, не, бүгін халялін түс көрдің ба? Бека, осыдан көрде тұр бар ғой. Сол қызбен мен тағдыр бір күні каким-то образом кезіктіреді. Мен момент жібермеймін, үйленем, келін болады саған. Айтпады деме осы. Олай болса саған бір күшті жаңалығым бар. Қандай? Анау өзіміздің Бубашы. Кім? Буба. Не болып тұрған? Сол сенің қиялындағы арудың подругасы екен. Енді? И сенің аруың ертең Астанада аэропортта болады. Сен басын жасай ма, Бека? Не? Неге маған осыны ертерек айтпайсың? Мен қайдан білемін, кеше ғана білдім мен. Бека, сен натуре бар ғой, кадр екенсің ғой. Ничего, родной, біз ертең Буба екеуміз оны күтіп алуға барамыз. Бара жүрсің, не? Қуасың ба, Бека? Жарайды, бармасың бармай қой, маған не қыл дейсің. Конечно барам. Бірақ барам дейсің, андағы түрің ретте сен. Адам деген бірінші түріне қарау керек қой. Бека, көтіңді қыш. Бека, міне мына жерге тоқташы. Сосын вообще машинамды өшірмей қойшы, қыз ұят болады оталмай қалса. Сен мен машинама ойнапсың. Оталат, уайымдама. Мен сәлемдеп едім, сен Қашан келеді еді алу? Жоқ, қазір келіп өкін. Әне келіп, бұта. Келді, тұр. Сен нен ойлап жүрсің, мен жақсы көріп ем, сен Так, бұта таныс қой, бұл Бека, анау Олжас. Мен сағынып едім, сен сағын қуасың. Олжас. Сізге бірдеңе десейші. Не айтамын, қосым? Қыздар, не план? Қайда барамыз дальше? Білмеймін, үйге бару керек шығар, шаршады ғой. Жүріңдер онда. Біз де сол үйге қайтайық, жүр. Айттым жаны өшірме деп адамды ұятқа қалдырып. Сал, Бека! Жүрі, тамақ ішеміз. Мынадан басқа тамақ білесің ба негізі, Бека? Бұл тамақты мен-ақ және ешкім біледі. Ой, жей берші, біздің үйде бір-ақ рецепт қой. Сен қанша күнге келдің? 1-2 апта, көп емес.
Әй, сен бір-екі аптаға қалмайсың ау. Досым ей. Кездестім. Қалай бұлай жалпы саған? Ой, мен көрдім ғой. Ол сен ұнатты. Кетші, вообще ұнаған жоқ ол маған бар ғой. Ой, мені білесің ғой. Талай қызға арманы. Талай қыздың көз жасы дедім. Жоқ, ондай емес енді. Но бірақ саған қараған көздерінен мен көрдім. Ол сен ұнатты. Натури ма? Иә. Сен маған сенсейші, болды қыз сынып тұр саған. Бір түрлі какой-то. Ана гүлім бар ғой, мен ұялғаннан алдым, честно бар ғой. Ей, олжас жақсы бала, білем ғой мені. Ай, білмеймін, странный какой-то. Сынатындай бар енді. Ойна айтам. Досым, оны маған кездесуге шақыру керек. Міне, өте дұрыс. Шақырам, бірақ қайда барам мен оны? Өй, сонда мені сұрайсың ба? Кездесесің, паркке барасың, киноға барасың, мешітке барасың, некен қиясың, үйленесің, болды. Досым, бәрі біз ойлағанда оңай емес қой. Көк тиын да жоқ менде қазір. Көк тиын жоқ? Тоқта. Досым, міне, мынау мен жинап жүрген ақша. Бассыз жұмып қуасың ба? Ой, тұрмаш, арамызда ақша жүрмейді жер. Саған керек қой маған ба? Досым, зарплата түсін қайтарам мен. Түсі досым, Алла разы болсын. Сол, так, ақша табылды, ендігі мәселе. Досым, кездесуге қалай шақырамын? Ол жағын, аңғаласың. Ай, досым. Алло, Бека, қайдасыңдар? Сен шақырған жерге кеп тұрмын уже. Вообще көріп тұрған жоқпын сені. Қай жердесің өзі сен? Буба, қайда тұрсыңдар? Бека, Бубаш. Сәлем, бота қалайсың? Сәлем, жақсы. Не істеушін мұнда? Мен Бубаны күтіп тұрғам. Мен Беканы күтіп тұрғам. Түсінікті болды. Жарайды, не істейміз? Не? Жүр кетік, мен сен бір жерге апарайын. Жүр. Сезімің бар мәлі, бақытты кездерімді есіме салдыра. Жотан, бота Астана қалай екен? Астана суықтау енді. Жалпы олжас, сен өзің немен айналысасың? Мен ба? Енді мен андай өзімді асыра сілтеп айтпай ақ қояйын. Мен бала кезден спортпен айналысқаным бар. Күрес, баскетбол, футбол, волейбол. Енді барлығынан КМС-пін. Оқудан келетін болсақ, мектеп, колледж, универдің барлығын қызылға бітірдім. Бота былай айтқанда негізі өзім мақтай алмаймын. Мақтанғанды ұнатпаймын мен. Мақтанбағаның осы болса, мақтанғаның қалай болады? Түсінбедім, не дейсің? Жүр, жай. Дамына қойш. Бота, давай сен үйіне былай барайық. Қомаш, мен үйім міне тұр ғой. Қомаш, олжас, жүрші, мен тұрып қалдым. Мыналарды қара. Турка кинодағыдай болмаса екен. Бауырым, тоқташ. Бауырым, что-то асығысың ғой. Жігіттері, сәл көңіл күйім бүгін күшті болып тұр да. Тем более қызбен кетіп баратырмын. Сәл мужской солидарность деген болсын да. Асығып тұрып жүре берейін. Тоқташы, сөзіңді аяқтамадым мен әлі. Түсінбейсіңдер ғой деме? Бір минут. Сөз түсінбейді екен ғой? Олжас, қайтсесің, жүрші қайтайық. Жоқ, қазір мен мына Тимонның тумбамен шешсем, сосын қайтамыз. Типа бандиттер. Олжас? Қайда аналар? Қайда? Айттым ғой, шешсем деп. Олжас? Сен киімнен басқа ештеңе шешпедің ғой? Өткен ғой да? Бетім ай. Кеп. Олжас, сен точно кімлесің ба? Иә да. Қача? Өзімді алдыртам бұлар. Міне мынау менің үйім. Қойш? Иә, Олжас, бүгінгі күн үшін көп рахмет. Қашық. Тағы да көрсе жататын шығармыз. Чё? Мен қайтайын. Давай, пока. Давай. Келесі жолы кешке қыдырмай қойықшы.
Келдің бе, романтик бой? Иә, мен. Чотамен қалай өтті кездесуің? Бека, бәрі мен ойлағандай оңай емес екен. Қыдырудың бәріне сенен ақша алып отырмын. Өзі ұят. Ертең талай қуанту керек, талай қыдырту керек. Білмеймін, в общем, дальше не істейтінімді. Мен барлығын басқаша елестеткем негізі. Ничего, родной. Тихими шагами бір-бірле кімешті деген бар еді ғой. Неше әлі бақты өктесіңдір. Именно осындай сөздер сен айтпай қойшы, пожалуйста. Құлшыныс 0 болып бөте деген. Сосын анау ағаш суын, давай, мен жаттым. Бота, сен 1-2 аптадан кейін кетем деп едің, 1 ай болды ғой астанада жүргенің. Прикинь, Буба, Олжас маған ұнап қалды. Білмеймін неге. Бауранып қалдым как-то. Мен білем оның дүниесі жоқ. Там өтірік істеп жүргенін білем да. Бірақ оның ішкі жан дүниесі бай. Айттым ғой мен саған, ұзаққа қаласың астанада деп. Олай сұрады. Чо там, не жаңалық? Айта бер. Жаңалық көп. Осы сөздің қысқасы үйленетін болдым. Қой, уже мане. Алла қаласа ертең барып сөз салам. Қойш? Сәл қобалжып тұрмын. Оған 100 қайдан аласың? Уайымдамаса, ол жағын бәрін қатырып қойдым. Ай, Казамат, красавчик. Бұйыртса ертең ана сказала да деген сторис саласың десе? Бұйыртса тасым. Сәттілік тілеп қой. Бұйыртса. Сен не жемей отырсың? Мен тойып алғам, сен же шоколадный. Ас болсын. Жүзік ба? Иә, жүзік. Маған тұрмысқа шалсың ба? Бека, сен айтпақшы, паркқа бардық, киноға бардық, мешітке келдік, некемізді қидық, үйленіп кеттік қой, короче. Сөз, давай. Құрметті менің YouTube-тағы оқырмандарым, осылайша біз үйлендік. Егер де сіздерге біздің Love Story, Love сериалымыз ұнаса, лайк, комментарияларын жазып кетіңіздер. Ерекше болды деген ойдамын, біз сіздер үшін тырыстық. Ал менің ботама деген сыйлығымды тойдағылар бірінші болып көріп қойды, сіздер де көресіздер. Ол менің әнім, авторлық. Өмірімде әнші болып көрмеген, бірақ не судите строго, хорошо? Всех люблю. Давайте.